Сәлем достар. Біз бүгін Алматы Pop-up Store'да жүрміз. Елис келді, менің құрбым. Алматы Pop-up Store'да бірге тұрамыз. Қазақ фильмде 9-шы рет болып жатыр. Әр болған сайын мен енді тырысам барып көруге, өйткені өте қызық шара. Алматының өте сәнді адамдар жүреді. Алматыда айтпақшы, мен бірінші осындай блогын көптен бері жасаған. Өйткені мен Алматыда видео түсіруге ұялам негізі. Гәптің бар сонда ма? Иә. Елис, мераба. Бұл жерде бізде фильмдер түсіріледі. Қазақстанның Голливуды. Иә, біздің Голливуд бұл жерде. Қазақ фильм. Иә, бар ғой Голливудта осындай. Аллея звезд. Иә, жұлдыздар аллеясы. О, Камал Смайылов, Құлахмет. Бұл ғимарат өте ескі ғимарат. Бірақ қазірде де бүкіл актерлер осы жерде, режиссерлер осы жақта çalışır жүр. Менің көрермендерім елес сағынып қалған шығар. Біз Алматыда да кездестік. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Vallahi. Türkler gibi vallahi. Vallahi. Жар тақтың бірге боламыз. Бірақ бір айдан кейін қайтадан елес келеді. Bir aydan кейін қауышу заманы болады. İnşallah 4-5 aydan sonunda bu kalada ömür süremiz birge. Benim көрермендерім көп сұраған елеспен көп влог түсіріңізші деп. Алып келдім елесі қайттан. Арнама. Сұрақтарыңыз болса тағы да жазыңыздар. Елес, сіз не жеп жатырсыз? Елес сырдық жеп көріп. Bilmeyeyim. Yeni birinci ve çiğimin bu sırdan casan bir tamam. Yanında mayonez var ekran. Çok kaymak. Kaymak ekran. Bilmeyeyim. Bu niye bize bilirimiz? Koruk falan yapılar. Lor peyniri var ya. Bu Kazakların ultuk tamağı var. Yok. Bakın köre. Maalesef. Halkaralık kuhnyadan. Rusların tamağı. Rusların. Ne oldu? Rusların zamanlıcıyımız. Bak bize de çok sıca sayıyorsun. Benim biraz burada yazdım. Білетін болсаңыздар, ол Диастың туған туысы. Дәрменді ата-апасына көрсетеміз сол жақта. Пойызда өте жақсы келе жатырмыз. Кеше түнгі 11-де отырғанбыз. Өте қолайлы уақыт осы біз үшін. Осы уақытты жаттап алу керек. Егер емес, енді болашақта Таразға баратын болсақ, өйткені кешкі 11-де отырамыз, яғни түнгі 11-де. Және де қазір сағат 7:30 болып қалды ертең. Таңғы 8-де түсеміз. Ол ең бірінші балаға өте жақсы уақыт. Мысалы қараңыздар, мен қазір өте жақсы ұйықтап жатыр. Кеше түнде ұйықтағаннан жақсы ұйықтап жатыр. Түнде кішкене арасында бір-екі рет оянды. Түсінбей қай жақта жатқан. Бірақ мен қайта-қайта ұйықтата бердім, сол себепті ұйықтады. Бізде қыдыратын уақыт бола ма Таразда? Мен сені түсіріп тұрған жоқпын. Сұрап жатырмын просто. Диас
бір ойын ойнап жатыр телефоннан. Балапан ойыны. Мақтан өші енді тағы да бір қолайлы болатыны, бұл тамақ алмайсың жолға. Неше олай бір өте жақсы. Үйден тамағыңды ішіп шығасың кешкі, сосын келесің да пойызға ұйықтайсың. Ертесің да тағы да үйге келіп таңғы асын ішесің. Сол себепті артық нәрсе алудың қажеті жоқ. Сіздерге таразыда біраз көрсетемін. Қандай әдемі жерлері бар. Біз не істейтінімізді, Дәрменнің не істейтінін. Дәрмен осымен екінші рет кетіп бара жатыр. 3 айында болған бірінші рет. Енді 8 айында. Дәрмен, сен қалай келе жатсың пойызда? Айтып берші мамаға. Ұнап жатыр ма саған поезд? Камераны жыламдысың ба? Папасының баласы ма? Не? Диас большой? Диас маленький? Диас джуниор? Диас джуниор. Диас сеньор? Диас джуниор? Таразға бара жатыр өзі. Ақтаға еркелейміз бар бе? Ауа райы күшті болып тұр, Тараз ыстық сияқты. Мініп аламыз бар. Атқа мінеміз бар. Вау, дала күшті болып тұр, Дәрмен, күшті болып тұр дала деген. Жап-жасыл, тау көрініп тұр. Қаршылашты. Может, маевкаға шығармыз, біз? Пикникке арамыз. Көфте жасаймыз. Қысқы. Қайда алып барасыздар мені? Так. Тауға барамыз, тауға. Tamam. Мәкінім. Өз атасына бар отыр, атасына. Дәрмешан! Қайда жүрсің сен? Сен, кажется, Африкада жүрсің, е? Африкада жүр. Жоқ, сен Таразда жүр екенсің ғой. Пепе. Сәлем, достар. Біз қазір бір тойға келдік. Мына жерде мындай рейс. Рейстің ар жағында. Гумпадан. Күшті мына жер? Суретке түсу керек, короче, мына жерде. Қызаш смеется. Давай. Мынау Арнат. Танысып қойыңыздар. Сен кім боласың? Қайненім боласың ба? Мен білмеймін, оны түсінбеймін. Менің красавчик қайненім Арни аты. Танысып қойыңыздар. Толығырақ айтсаңшы, Арнат. Арнат. Арнат батыр. Ой. Басы бос. Арнат. Шаштан басқа тек жоқ. Қазір бір тойға келдік. Мәссаған. Той болғанда юбилей, е? Қоқыды. Ажақ енді керемет. Келе жатқан жеріміз шөп. Футболист. Ух ты! Міне, жалпы айтқанда негізі түсініксіз болды. Мына жер шынымен де пойыз жүретін рельстер екен. Мен ойлаған бұл жүрмей қалған бір ескі бір жер шығар десем, жоқ, кәдімгі пойыз жаңа өтті. Ал артта мына жақта адамдар тойлап жатыр.